Ассалаумағалейкум достар, сіздермен болған мен Расыл. Бүгін біз портал жасаймыз. Дракон портал, екі портал жасаймыз қазір. Ол үшін мынандай керек. Из огниво керек, огниво. Обсидиан керек. Сосын біз оны былай төртке қойып шығамыз. Осылай біреу, екеу, үшеу, төртеу, міне осылай істеп шығасыздар. Төртеу, бесеу, осылай істеп шығасыздар. Дәл осылай істеп шығасыздар да. Сосын бүйтіп жүресіздер. Мына шетіне қоймасаңыздар да болады. Осыны бұлай қоймасаңыздар да болады. Осылай портал шығады. Мына шетін бүйтіп сындырып қойсаңыздар болды, кетті. Келіп қалады. Енді біз дракон портал жасаймыз. Дракон портал жасау оңай ақ. Қазір бір таза шет бар ма? Мына достар, ананы істеп көріңіздер, ол оңай ақ. Мынау да оңай негізі. Осылай 1, 2, 3 деп түзуден қойып шығасыздар. 3-3-тен қойып шығасыздар. Осылай істеп шығасыздар. Осылай істеп шығасыздар. Осылай. Міне осылай істеп шығасыздар. Сосын осылай істелінеді. Міне тағы бұны сындыра көрсеңіздер болады. Кетпейді бұл. Кейбір адамдар таң қалып қалады, қандай деп. Бұны өзгертуге болады. Осымен біз мына нені алайық. Кореяная білмеймін. Атын білмеймін. Осындай алып, мына ішке қойып, осылай өзгертіп, ішіне кіріп көрсе, дракон шығады. Кіріп. Ана кіріп кетті. Осылай факел қойып шығасыздар. Осылай факел қойып шығып, сәндейсіздер. Ішіне красный каменді аласыздар да. Осылай бүйтіп қан қылып тастайсыздар. Болды. Осылай 40 басаң не дракон шығады, дракон. Достар, енді лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, сау болыңыздар. Видео азақ болғанына кешіріңіздер. Сау болыңыздар.